Адамның өзгеруі ол тікелей өзіне байланысты болады. Мысалы, көп адам айтады, мына өмірде дейді қанша әрекеттесем де болмай жатыр дейді. Өзгермей жатыр, айналамдағы адамдарды өзгерткім келеді, әлде болмаса мына өмірді бір өзгерткім келеді деген сөздер көп айтады. Бірақ та өзі негізінде ислам дінінде де айтқан, қашан айналадағы адамдар өзгереді, қашан өмір өзгереді, когда сен өзгерсең дейді. Егер де біз шынымен де өзіміз өзгерте алатын болсақ бар ғой, кез келген тостықты жеңіп өтуге болады. Яғни мына өмірде мысалы каждый адамның, мен білмеймін, біреулердің енді үлкен арманы бар шығар, үлкен мақсаттары бар шығар, үлкен миссиялар бар шығар өмірде. Но каждый адамда миссия болады деп ойлаймын, бірақ та біреуде кішігірім, біреуде орташа, біреуде үлкен деген сияқты. Мейлі бір кішігірім сіздің өмірде бір миссияңыз болса да, бәлкім сол миссияны сіз орындай алмайтындай сізге көрініп тұр да сол. Бірақ та адамдар сіздің мақсатыңыздан 10 есе, 100 есе үлкен мақсаттарды орындап жатыр. Бірақ та сіз бар болған сол кішкентай ғана мақсатты орындай алмай жатсыз. Не үшін? Өйткені сіз өзгермей жатсыз. Сіз өзгермей жатсыз. Сіз қалайсыз ол мақсатыңыздың өзгерген, орындалғанын. Бірақ та сіз өзіңізді өзгерткіңіз келмейді. Вот мына орыстарда бір сөз бар ғой, өзі негізі білесіздер ғой. Самая тяжелая работа – это работа над собой. Мына өмірдегі ең қиын жұмыс бар ғой, ең ауыр жұмыс бұл өзіңіздің үстіңізде жұмыс жасау, яғни өзіңізді өзіңіз өзгерту болып табылады. Не үшін қазір 95-98% адамдарда сол мақсаттар орындалмайды. Мына өмірден сол мақсаттарды орындай алмай өтіп кетеді. Өйткені адам өзін өзгерту қиын. Оны екінің бірі істей алмайды. Шынымен де мына өмірде мен миссиямды 100% орындауым керек деген нақты мақсаты бар адам ғана ол нәрсені орындауы мүмкін. Бірақ оны бәрі адам істей алмайды, көрдіңіз бе? Сондықтан бізде негізі өзі адамзатта Алла Тағала жаратқан сана бар, содан кейін түп сана бар да. Біз санамызда ойлауымыз мүмкін, болады, істеймін, анау деген сияқты. Бірақ та біздің түп санамызда қорқыныш болады постоянно. Болмай қалсашы, істей алмай қалсамшы. Қазір айналамдағы адамдар бірдеңке деп айтсашы, үстімнен күлсеш, олар қолынан келмейді деп айтсашы, не істеймін мен деген сияқты. Бізде әрқашанда түп санамызда сондай ойлар ойнап жүреді, айналып та. И біз міндетті түрде сол түп санамыздың айтқанын істейміз да. Көрдіңіз бе? Сондықтан бүгінгі таңда сіздің өзгеруіңіз ол тікелей өзіңізге байланысты. Біз көбінесе Алла маңдайыма осындайды берді, мен осындай болып өтемін дейміз ғой. Бұл қате, бұл біз Алланы кінәлап қоямыз ол кезде. Түсініп отырсыз ба? Алланы кінәламаңыз. Алла сізге бүкіл мүмкіндікті берді. Алла сізге таңдау құқығын берді. Мысалы, қазір былай айналаңызға қараңыз, аяқ қолы жоқ адамдардың қаншалықты жетістікке жетіп жүрген адамдарды көрсеңіз. Құлағы естімейді, көзі көрмейді. Мысалы, сондай адамдар жетістікке жетіп жүр. Не үшін? Солардың өмірін барып сұраңызшы. Қалай жеттің сен? Алла мә саған деп бере салды ма осы нәрсені деп сұрап көріңізші. Жоқ, олар тек қана өзін ойын өзгерту арқылы ғана жетті. Ойын өзгерді, түп санасын өзгерту арқылы ғана жетті. Онсыз никак болмайды. Никак, достар, никак. Біреуді лучше, жаманда біреудің артынан әртүрлі сөз айтып, болмайтын бір нәрселерге алтын уақытымызды кетіргенше бар ғой, өзімізді өзгерту үшін қандай да бір жолдарды ізденіп, тауып, жақсы бір кеңес беретін, яғни бізге жол көрсете алатын адамдармен танысып, олармен араласып, олардың кеңестерін алып, соны практиковать етіп, өзіміздің үстімізде қанша көп жұмыс жасауға уақытымыз кетіретін болсақ, біз міндетті түрде өзгере аламыз. Міндетті түрде. Бұл Алланың қалауы солай. Алла қалайды сіздің жақсы адам болғаныңызды. Алла қалайды сіздің өзгергеніңізді. Бірақ та сіз қалайсыз ба соны? Бүгінгі таңда сіз қалап жатсыз ба? Қаншалықты қалап жатсыз сол нәрсені? Жай ғана әшейін санаңызда қалап жүрсіз ба? Или түп санаңызда қалайсыз ба соны? Вот осында мәселе, достар. Егер өзгергіңіз келетін болса, егер шынымен де сондай орта қажет болса, бізбен байланысыңыз. Біз сізге сондай ортаны тауып береміз. Біз сізге сондай бір керемет адамдармен жұмыс жасауды, керемет өзіңізді өзгертуге, нақты мақсат, нақты әрекет жасау керектігін барлығын біз сіздерге үйретеміз. Біргелікте бір команда болып жұмыс жасаймыз, достар. Бұл тек қана ұсыныс. Қалаған адам, қаламаған адамға біз мәжбүрлемейміз. Әр адамның жаңа айтқандай өз ойы бар, өз пікірі бар. Мен оны құрметтеймін. Қазір демократия. Каждый адам өз ойымен бөлісуі мүмкін. Егер дұрыс болса оны аламыз, қате болса алмай қоямыз, болды. Бірақ та оны критиковать етіп, оның артынан лишний әңгіме айтуға ешкімнің құқы жоқ. Сондықтан, достар,
Айналамызды өзгертүү үчүн тек гана өзүбүз өзгөрейик. Санамызды, төп санамызды өзгөртейик. Бул тек гана өзүбүздүн колубузда экен. Келесі кездескенче сау болайык.